Классификация антибиотиктердің әсер ету механизмі бойынша бактерицидтік және бактериостатикалық. Бактериостатикалық дегеніміз ол бактерияның өсіп-өнуін, көбеюін тежейтін процесс болып табылады. Ал бактерицидтік дегеніміз ол бактерияны түп тамырымен жою деген мағынаны білдіреді. Ал енді осы процесстерді түсіну үшін тақтаға көңіл аударатын болсақ, бұл жерде бізде бактерияның суреті берілген. Жалпы сіздер білесіздер, бактерия бізде бір жасушалы клетка болып табылады. Және оның сыртында клетканы білеміз, плазмалық мембранамен қапталған, ал ортасында бізде цитоплазма, және цитоплазманың өзінің мембранасы болады, және жасушаның ішіндегі құрылымдар, яғни нуклеин қышқылдары, рибосомал белоктар, фолий қышқылдары. Бұл компоненттерді не үшін білуіміз керек? Себебі антибиотиктер осы компоненттерге таңдамалы түрде әсер етеді. Сондықтан да осы компоненттерді біліп қайталап алған үшін. Ал енді жаңа айтып өткен классификация бойынша ең бірінші бета-лактамды антибиотиктер. Бұл бета-лактамды антибиотиктер бактерицидтік әсер етеді, яғни бұлар бактерияның клеткасынан, яғни сыртындағы плазмалық мембранасын бұзады екен. Енді ойлаңыздар, плазмалық мембранасы бұзылғаннан кейін бактерияның ішіндегі компоненттер сыртқа қарай шығып кетеді, лизиске шығады. Яғни лизис дегеніміз ол еріп кетеді, яғни бактерия жойылады. Сондықтан да біз бета-лактамды және гликопептидті антибиотиктерді бактерицидтік әсер ететін антибиотикке жатқызады екенбіз.